күйеуге шықпаған әрбір қыз мына нәрселерді жасауы керек. Ең біріншісі бұл сепарациядан өту. Ата-ананың көзқарасынан шығып, өз көзқарасыңды қалыптастыр. Өз өміріне жауапкершілік ал, шешім қабылдап үйрен. Егер бұны жасамайтын болсаң, сен отбасылық мәселелерде 2 адам болу емес, тіпті 4-6 адам болып кірісіп кетесіңдер. Және отбасы болу өте қиын болады. Екінші, өз эмоцияңды, сезіміңді ажыратып үйрен, танып үйрен. Және де оны ауызбен жеткізе алу керек. Бұл эмоционалдық интеллектті дамыту, коммуникациялық қабілетті дамытуды талап етеді. Егер сен өз-өзіңді түсінбесең, өзге адамға да түсіндіре алмайсың. Үшіншіден, базалық қажеттіліктеріңді жабу, яғни сен ақша табуың керек. Бұл үлкен бизнес болмаса да, ең қарапайым дүниелерді өзіңе өзің жасап ал. Егер базаңды жаба алмасаң, жаңағыдай мен қазір қарыздарым бар, күйеуім мені құтқарып алады, немесе мен қазір білім алғым келмейді, оқығым келмейді, осыдан қашып мен күйеуге шығатын болсаң, онда бұл ажырасуыңның да себебі болады. Әрбір қыздың жеке табысы болуы керек. Төртінші, шекараны ажыратып және адамдарға жоқ деп үйрен. Үйренбейінше сен тағы да екінші отбасыға барған кезде шекараңнан аттатып қойып, кейін бұл депрессияға, тіпті ажырасуға, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа апаратын болады. Бесінші, осы жерде маған қандай ер адам керек деген сұраққа жауап табуым керек. Мені жақсы көрді, мен осылаймен қабылдады деп травмамен сен просто қабылдағаны үшін күйеуге шығып кетпе. Өзіңнің ішкі проблемаларыңды ретте, самооценкаңды ретте, және қандай жігіт керек, менің құндылықтарым қандай, қалауым қандай, өмірімді қалай көремін, болашағымда қалай болады, балаларымды қалай тәрбиелеймін, оның көзқарасы қандай, осыны бір түсініп алатын болсаң, содан кейін ғана күйеуге шығуға болады. Және бір айтқым келетін факт, бұл 20-22 жаста қыздар розовый очкимен идеализация жасап күйеуге шығады, себебі ми толыққанды дамып болмайды. 25-27 жаста ғана префронталды қыртыс толыққанды дамып болады. Яғни бұл адам логикамен анализ жасап, саналы түрде дұрыс адамды өзіне таңдай алады. Оған дейін сен абьюзер, тиран, сондай бір тәуелді қарым-қатынасқа барып кіріп кетесің. Өзіңнің жақын құрбыңа, сіңлілеріңе осы видеоны жібер, ал өзіңмен жұмыс жасағың келсе, мен сені жеке терапияда күтемін.